Статистикалық мәліметтер бойынша әлемде 7 миллиард 200 миллионға жуық адам бар. Оның 17 миллионы ұлан-байтақ қазақ жерінде тұрады. Бұл ақпарат сізге таныс болуы мүмкін. Бірақ сол елімізде тұратын 17 миллионнан астам адамның 27%, яғни 4 миллион 590 мыңы темекі шегетін, білесіз бе? Жылына 25 мың адам елімізде темекінің кесірінен көз жұмады екен. Жүз естігенше бір көрген артық деген сөз бар. Дәл қазір сіздерге қысқа да нұсқа тәжірибе жасап көрсетем. Ол үшін бізге мынандай баклажка керек. Баклажканың ішіне су толтырып қойдық, және де баклажканың жанын былай тесіп қойдық. Ішке құйған суымызды осы шөлмек арқылы қазір шығарамыз. Және де баклажканың қақпағында тестік. Оған мынандай бір дана темекіні қыстырамыз. Өздеріңіз сезгендей, баклажка қазір адамның орнына темекі шегеді. Ал мынау ақмата, мақта адамның өкпесі. Осы ақматаны дәл мынау баклажканың аузына қойып, қақпақты бұраймыз. Бұл адамның өкпесі. Енді міне темекіні тұтандырамыз. Сәл тұтанған екен, суымызды ағызып жібереміз міне. Міне біздің суымыз өкінішке қарай таусылып қалды. Енді қолмен жасап көрсек болады. Темекі шегіліп жатыр. Мына жақтан ауа кетіп жатыр. Тура қақпақтың астында біз қойған мақта бар. Оны өкпе деп алдық. Қазір міне көріп тұрсыздар. Түтін қалай шығып жатқанын. Жай ғана екінші темекіден мақтамыздың қандай күйге душар болатынын қазір көреміз. Охо! Міне құрметті көрермендер. Бір-екі дана темекі шеккен баклажкамыздың басындағы өкпе тәріздес қылған мынандай ақ матамыздың күйін қараңыздар қандай болған. Сап-сары, көргенге жиіркенішті болыпты. Ал күніне 3-4 темекі шегетін немесе бір қорап темекі тартатын адамның өкпесі қандай болатынын ойлай беріңіз. Баклажка мен мынандай ақ мата негізі тәжірибенің ең жеңіл түрі. Бұндай тәжірибені адам өкпесіне жасауға да болады. Өкінішке қарай біз адам өкпесіне мұндай тәжірибе жасай алмаймыз. Есесіне Қытайдың ғалымдары адам өкпесіне дәл осындай тәжірибе жасаған екен. Ендеше сол бейнеге назар аударайық.裏邊係幾白滑嘅，又幾新鮮，係咪？ Тұх, Қытай ғалымдарының істемейтіні жоқ. Мына видеоны көріп отырып, темекі шекпейтін адам болғаныма қуанып кеттім. Әйтпесе, өкпеден өкпе қалмайды екен ғой. Негізі, темекінің медициналық атауы баяу өлім екен. Оның дәлелі мынау көріп отырған видеоларыңыз. 食煙啲人喉嚨係咁樣，都可以話係呢一個位置咧傾埋落去，又見到個分別就係咁嘅一回事啦。甚至乎呢一忽最啡色嘅。